Қайрат Нұртас жақында бірнеше тәулікке қамалған білесіздер. Өзі де, анасы да сотқа қатысты. Анасы не отыруға, не тұруға орын таппағаны туралы ағынан жарылды. Сол жағдайы әлі жалғасып келе жатқан секілді. Қайрош Гүлзира Айдарбекованың жалғыз баласы болмаса да, ананың жүрегі әрқашанда баламен болады емес пе? Осыған байланысты болу керек, әртіс анасы бір өлең жолдарын шығарыпты. Сіздердің назарларыңызға осы өлең жолдарын оқып берейік. Бұл менің жырым толғаған. Ақпанда соққан борандай өкінбес сірә бармадан, өзегі мұңға оранбай, қиялмен арман жалғаған. Еркере берге ән арнай, бұл менің жолым таңдаған, бақытқа бастап барардай, жаралы жанның әні бұл. Желбіреп туым әлі тұр, күндестің күні қоңырау, соңыңнан еріп әлі жүр. Жаралы жанның әні бұл, сынағы шығар әлі бұл. Сабырмен күтіп соңында, жеңемін бәрін бәрібір. Қайратым тасып жатқандай, ақ жүрек ана сен үшін, жарқ етем әлі ақтандай, жеңілгендерім жеңісін. Бұл өлең жолына желі қолданушылары өздерінің пікірлерін білдірген екен. Солардың бір-екеуін оқып берелік. Жалғыз маған ғана қызық бар, жұлдыз неге үнсіз, түк болмағандай сториске шығып жүр ғой. Сіздер осының бәріне сенесіздер, я? Бәрі сценарий бойынша жасалған дүние сияқты. Себебі жасанды бәрі, самолетте басқа идея жоқ па сонда? Қайраттан пайда болмаса зияны жоқ. Жоқ жігіт ертең бәрі дұрыс болады. Досым деп өстіп жүрген қасындағы адамды түсінбедім. Ұят нәрсе жігітке тән нәрсе емес. Қайрош красавчик.